Джервонта Дэвис биздин заманымыздын эң жаркын және эң тамаша боксчыларынын бири. Флойд Мейвезердин карамагындагы бул жигит 29 кездесүүдүн 27син нокаутпен аяктаган және 3 белбеудүн эгери. Джервонта 1994 жылы 7-карашада Балтимор каласында дүйнөгө келген. Кала Америка Курама Штаттарынын чыгысында орналаскан. Өмүр сүрүү деңгейинин төмөндүгү және кылмыштын жогору деңгээи боюнча эң начарлардын бири болуп табылады. Дэвис туратын аумакты нагыз кооптуу аумак деп атоого болот. Балалык шагы өтө ауыр жагдайда өткөн Джервонта агасына караганда өтө бузук болду. Ата-анасынын немкурайлыгынын кесиринен ол көкөсүнүн колунда турду. Бир күнү көкөсү оны бокс залына апарып негативтерин сонда калдырууну айтты. Бокска катты әуес болгон кара бала өз отбасы бере алмаган шаттыкты осы бокстан издеди. Кыйын балалык шак, жумуш истемейтин отбасы және түрмеге немесе молага апаратын бир гана жол. Дегенмен Джервонта боксты таңдады. Ар бир жастын өмүрүндө бир күнү оны осы батпактан алып чыгаратын куткаруучу болот. Биздин кейпкерimiz 7 жашында өзүнүн алгачкы және азыркы убакытта жалгыз талимгери ар бапкери Келвин Фордпен және онун улу Куадер Гурвиди кездестирди. Басында Куадер Джервонтаны жаттыктырды және онун эмгеккорлугуна тәнті болды. Ол оны біраз уақыт жаттыктырды да Нью-Джерсиге көшүүгө мажбур болды. Ол енді кара баланы әкесіне табыстап өзі жолға шықты. Нагыз талантын Келвин ашып, әр түрлі жарыстарга апарып жүрдү. Сол кезден бастап ол жойкун соккулармен елге көрүнө баштады. 2013 жылы Куадер Гирли абайсызда кайтыс болуп, Форд улунан айрылды. Содан бери онун барлык әкелик назары Дэвиске аударылып, белгилүү бир дәрежеде ынтасы одан сайын күшейе берди. Оның жетекшілігімен 206 жеңіс пен 15 жеңіліске лайықты әуесқой рекордын жасады. Балалық жасөспірімдік шағында көптеген жеңістерді арқалаған қара бала кәсіпқой боксқа өтуге тырысты. Шыққан қарсыласының барлығын ауыр соққымен нокаутқа жібере берді. Халық бұл қара баланың стилін Флойд Мейвезерге теңеп, соққыларын Майк Тайсонға ұқсатты. Флойд Мейвезер қара баланы қарамағына алғаннан кейін жұлдызы жана бастады. Достар, сіздерге Джервонтаның ең мықты жекпе-жектерін көрсетуге бел будық. Олай болса, кеттік. 2015 жылдың 30 қазанында Флорида штатында қарсылас ретінде Кристобал Круз атты қара жігіт шықты. Жекпе-жек қарсыласын кішігірім зерттеуден басталды. Онда екі боксшы да бір-бірінің әлсіз тұстары мен күшті жақтарын түсінуге тырысты. Круз өзінің төзімділігі мен жылдамдығын көрсетіп, Дэвис соққысынан жалтарып, тез қарсы шабуылдарға жауап берді. Алайда өзінің қуаты мен күшті соққысынан танымал Дэвис ұрыстың ортасында қысымын арттыра берді. Круз шабуылдарға тойтарыс беріп, өз серияларымен жауап беруге тырысты. Бірақ Дэвис жоғарғы қорғанысты соққыны жалтаруға қабілетті еді. Үшінші раундта жекпе-жек қарқынды болды. Екі боксшы да жеңіске жету үшін бар күшін салды. Дэвис өзінің фанаттары мен чемпионға ұмтылысына шабыттана отырып, өзінің сәтті формасын тауып, Крузды шайқастан шығаратын бір соққы жасады. Джервонтаның әдемі жеңісіне көрермендерге паш етілді. Дәл осы жылы Невада штатында Луис Санческе қарсы шықты. Екі боксшы өз дағдылары мен стратегияларын көрсетіп, жеңіске жетуге тырысты. Ұзын қолдары мен техникасы бар Санчес қашықтықты бақылап, ұзақты ұрыс тастауға көшті. Ұрыс басталғалы Дэвис өзінің күш-қуатын көрсетіп, Санческе басқыншылық жасады. Әрі тез арада жойқын соққы жасады. Санчес шабуылдарға тойтарыс беруге және қарсы шабуылға шығу үшін бар техникасын пайдаланып көрді. Ұрыс дамыған сайын Дэвис нокаутқа қол жеткізуге ұмтылып, қысымын арттыра берді. Ол Санчесті ден қоюға мүмкіндік бермей, кеуде мен басқа соққы беру комбинациясын қолданды. 9-шы раундта ұрыстың ортасында Дэвис шешуші соққы беріп, Санчесті аяғынан тайдырып, нокаутпен жеңіске жетті. 2016 жылдың сәуір айында кездескен жекпе-жек өте қызықты болды. Ол Гильермо Авилаға қарсы шығып, жекпе-жек тартысты басталды. Өзінің басқыншылығы мен қуатты соққыларына танымал Дэвис бірден қарқынды шабуылдарды бастады. Ал Авила мықты қарсыласқа дайын екенін түсінуге тырысты. Авила өзінің техникасы мен қозғалысына назар аударып, қашықтықты бақылап, Дэвистің соққысынан аулақ болуға тырысқанмен, ол ұпай табуға тырысып, өзінің төзімділігін көрсете отырып, епті жалтарып қарсы шабуылдар жасады. Алайда раунд сайын Дэвис Авиланың тыныс алуына жол бермей, өзінің агрессия мен прессингін арттыра берді. Ол Авиланың қорғанысын бұзып, кеуде мен бас
басына соққы беріп отырды. Авила өзінің дағдыларына қарамастан Дэвистің қуатты соққыларынан шаршап, қиыншылыққа тап болды. 6-шы раундта Дэвис өзінің күші мен дәлдігін көрсетті. Ол тамаша сәтті тауып, Авиланы сабап тастап, нокдаунға жібере жаздады. Төрешінің араласуымен тоқтаған бұл жекпе-жек Джервонта Дэвистің техникалық нокаутты жеңісімен аяқталды. 2016 жылдың 3 маусымында Джервонта Марио Антонио Масияспен жекпе-жек өткізді. Көптеген басылымдар бұл жекпе-жекте өз бағаларын беріп, танк жеңеді деген тұжырымда айтты. Осы кезде Джервонта танк лақабатымен жақсы таныла бастаған. Жекпе-жек екі боксшының белсенді шабуылынан басталды. Өзінің қуаты мен агрессияның стилінің танымал Дэвис рингті бақылауға және өз шартын қоюға ұмтылды. Масияс Джервонтаға бар жоғы 28 секунд қана шыдады. Джервонтаның алдам сұрап тұрып жасаған бір соққысы Масиясты билетіп жібере жаздады. Джервонта жеңіл салмақтағы мықты қарсыластарды ойландыра бастады. Көптеген жеңілмей келе жатқан мықтылардың өзі Джервонтаға қарсы шығуға жүрексіне бастады. 2017 жылдың басында ешқашан жеңіліп көрмеген және осы салмақтың чемпионы Хосе Педрасамен жекпе-жек өткізді. Джервонта осыға дейін мұндай қарсыласпен шығып көрмеген. Аздап қорқынышты болды. Көптеген басылымдар Хосеге бүйрегін бұрды. Жекпе-жектің басынан-ақ Дэвис өзінің күшті агрессиясын көрсетіп, Педрасаның денесімен басына күшті соққылар бере берді. Алайда Педраса берілмей, қарсы шабуылдарға жауап беріп, өзінің төзімділігі мен техникасын көрсетті. Жекпе-жек тең дәрежеде өрбіді. Әр раунд сайын Дэвис артықшылығымен қол жеткізуге тырысып, қысым жасады. Ол Педрасаның қорғанысын бұзып өтуге тырысып, соққыларының комбинациясын лақтырды. Педраса өзінің кезегінде соққылардан жалтарып, жауап беру үшін техника дағдыларын қолданып көрді. 7-ші раундта Дэвис өзінің формасын тауып, Педрасаға үстемдік ете бастады. Ол бірнеше күшті соққылар жасап, Педрасаны құлатты. Педраса орнынан тұруға тырысты, бірақ төреші жекпе-жекті тоқтатуға ұйғарып, нокаутпен Джервонта Дэвистің жеңісін жариялады. 2017 жылдың мамыр айында Джервонта Лайм Уолшпен жұдырықтасып көрді. Күшті соққылар мен агрессивті стилімен танымал Дэвис жекпе-жекті бірден белсенді шабуылмен бастады. Уолш өзінің техникасы мен стратегиясына назар аударып, Дэвистің соққысынан жалтарып, оның төзімділігін пайдалануға тырысқанмен, Дэвис үстемдік етуін жалғастыра берді. Ұрыс өрбіген сайын Дэвис өзінің қысымы мен агрессиясын арттырды. Ол Уолштың қорғанысын бұзып өтуге тырысып, соққылардың комбинациясын лақтырды. Уолш берілмеді және табанды түрде қорғанды. 3-ші раундта Дэвис ашумен шабуылдады. Ол Уолштың қорғанысын осал жерін тауып, шешуші соққы беріп, оны құлатты. Уолш орнынан тұруға тырысқанмен, төреші Джервонта Дэвистің техникалық нокаутпен жеңді деп жариялап, жекпе-жекті тоқтатуға шешім қабылдады. Осы жекпе-жектен кейін жеңіл салмақта қарсыластардың барлығы Джервонтадан қатты секем ала бастады. Солардың бірі Франсиско Фонсека 2017 жылдың 26 тамызында жұдырықтасуға шықты. Осы уақытқа дейін Франсиско 19 жеңіс бір тең дәрежемен келді. Ұрыс екі жақты белсенді шабуылдармен басталды. Өзінің қуатты агрессиясымен танымал Дэвис рингті бақылауға және өз шартын қоюға ұмтылды. Фонсека өзінің жылдамдығы мен техникасына назар аударып, Дэвистің соққысынан жалтаруға тырысты. 8-ші раундта Джервонта жақсы нәтиже көрсетті. Жекпе-жекті ұзаққа созылған сайын Фонсека әлсіреп шаршап сала берді. Осыны пайдаланған Джервонта алып соққыларын жұмсап, қарсыласы орнынан тұра алмай жеңілгенін мойындады. 2018 жылдың 21 сәуірінде Хесус Куалярға қарсы шыққан Джервонта қарсыласын раунд басталғаннан-ақ сабап тастады. Ақыры бұл жігіт те орнынан тұра алмай қалды. Дәл осылай Уго Руиспен шыққан жекпе-жегі де бір раундқа ғана созылды. Бірнеше соққыларымен қарсыласын отырғызып тастады. 2019 жылдың 27 шілдесінде Рикардо Нунеске қарсы шығып, бұл жігітті 2 раундтан ары асырмады. Таңдай асты соққысынан кейін төреші жекпе-жекті тоқтатты.
Джервонта Дэвис Юриоркес Гамбауамен жекпе-жек үшін рингке шықты. Екі боксшы да әсерлі дағдыларға ие. Кез келген жекпе-жек қарсыласын абайлап зерттеуден басталады. Өзінің қуаты мен жылдамдығымен танымал Дэвис рингті бақылауға алуға тырысты. Гамбауа өзінің тәжірибесі мен техникасына назар аударып, соққылардан жалтарып, қарсы шабуылдарға шығып отырды. Ұрыс басталғалы Дэвис өзінің агрессиясын көрсетіп, Гамбауа корпусы мен басына соққы бере бастады. Алайда Гамбауа өзінің шыдамдылығы мен батылдығын көрсетіп, өз құрамдастарымен жауап беріп отырды. Раунд сайын Дэвис қысымын арттыра берді. Ол Гамбауаның қорғанысын бұзуға тырысып, қуатты комбинациялық соққылар жасады. Гамбауа тұрақты қорғанып, қарсы шабуылға шығуға тырысқанымен, Дэвистің күші мен жылдамдығынан қиындық көре бастады. Жекпе-жек 12-ші раундқа дейін созылды. Дэвис Гамбауаның әлсіз тұсын тауып, аямай соққылар беріп, оны нокдаунға жіберді. Гамбауа есеңсіреп қалды. Төреші жекпе-жекті тоқтатып, Джервонта тағы бір жеңіске жетті. With the finish of Yuriorkis Gamboa as 2021 жылдың 26 маусымында Марио Барриос атты жігітпен жекпе-жек өткізді. Осы кезде Мариода 26 кездесуінде барлығында жеңіс болған. Екі боксшы да озық дағдыларға ие және өздерінің артықшылықтарын дәлелдеуге ұмтылды. Ұрыс белсенді соққы алмасудан басталды. Өзінің қуатты соққысымен танымал Дэвис рингті бақылау жағынан қатты көңіл бөлді. Барриос өзінің биіктігі мен қолының ұзындығын, өзінің ара қашықтығын пайдалануға тырысты. Әуел бастан-ақ Дэвис өзінің агрессиясын көрсетіп, Барриосқа шабуыл жасады. Ол қарсыластың қорғанысын бұзуға тырысып, неше түрлі комбинацияларды қолданып көрді. Барриос өзінің соққысымен жауап берді және қарсы шабуылға шықты. Раунд сайын Дэвис қысымын арттыра берді. Ол Барриостың басын көздеп, қуатты комбинациялық соққылар жұмсады. Барриос өзінің төзімділігін көрсетіп, соққыға жауап берді. 11-ші раундтың ортасында Дэвис Барриостың қорғауда әлсіз жерін тауып, бірнеше шешуші соққы берді. Барриос орнынан тұрып жекпе-жекті жалғастыруға тырысқанымен, төреші бұл жекпе-жекті тоқтатты. 2021 жылдың 6 желтоқсанында Питбул лақабатымен танылған Исак Круспен жекпе-жегін өткізді. Исак нағыз қарсылас деп ешкім ойлаған жоқ. Жекпе-жек бастала салысымен қарсыластар бір-бірін зерттеп жүрді. Исак эмоцияға берілмейтін жігіт болғандықтан Джервонтаға қиын болды. Дэвис қанша соққы бергенмен Исак тапжылмай жүре берді. Қанша ауыр соққылар кетіп жатыр, бірақ екеуі де дес берер емес. Соққы жұмсау жағынан Дэвис артықшылық етті. 12-ші раунд біткенде екеуі де ары бер жүрді. Себебі жеңістің кім алғанын білмеді. Балдық көрсеткіш бойынша Дэвис басым түсіп жеңісті жұлып әкетті. Дэвистің қарсыластарының ішінде 12 раунд бойы шыдаған осы Исак Крус болды. 2022 жылдың 28 мамырында Дэвис Роландо Ромероға қарсы шықты. Ромеро да 14 жекпе-жектің 14-інде жеңіспен аяқтаған боксшы болатын. Ромеро жекпе-жек бастала салысымен өзінің техникасымен шабуылдаумен болды. Дэвис осының барлығын бақылап, аздап соққы жұмсап жүрді. 6-шы раундтың ортасында Дэвистің жасаған соққысы нәтиже беріп, Ромеро нокаутқа түсіп орнынан тұрғанымен төреші бұл боксты тоқтатты. 2023 жылы қаңтардың 7-сінде мүлдем жеңілмеген Гектор Луис Гарсиямен жекпе-жек өткізді. Гарсия 16 жекпе-жектің 10-ын нокаутпен аяқтаған және оңай қарсылас емес. Бірақ Дэвиске қандай қарсылас болса да бәрібір өзінің промоушені Мейвезер сияқты барлығына дайын. Жалпы жекпе-жек бастала салысымен 7-ші раундқа дейін бір-бірімен соққы алмасып жүрді. 8-ші раундта Гарсия шаршап қалды ма, соққылары әлсіз болды. Дэвис осыны пайдаланып ауыр зілді соққыларын жұмсады. 9-ші раунд басылғанда Гарсия рингке шығудан бас тартты. Осылай жеңіс Дэвиске бұйырды. Осы жылдың 23 сәуірінде Дэвис ең мықты деген Райан Гарсияға қарсы шықты. Осы кездесуді күткен көпшілік жаңа сенсация болады деп есептеді. Себебі екеуі де мықты, соққылары ауыр. Гарсия 23 кездесудің 19-ын нокаутпен жеңген, ал Дэвисте 27 жеңіс. Екеуі бір-біріне соққылар жіберіп отырды. 2-ші раундтың аяғында Гарсия қарады. Ашуға берілген Гарсия ашық айқасып та көрді, бірақ нәтижесі аз. 7-ші раундтың ортасына таман Гарсия шабуылға шығып, оны күтіп алған Дэвис бауыр тұсынан ауыр соққы берді. Осы соққыдан Гарсия отырып қалды. Орнынан тұра алмай жеңілгенін мойындады. Гарсияны жеңген Дэвистің атағы әлемге жар салғандай бақ өкілдері жарыса жазды. Дэвис қанша жерден жеңсе де қарсылас ретінде Василий Ломаченко, Давин Хейниді көргісі келеді.
Достар, егерде видео ұнаса, лайк басып тіркеліп кетсеңіздер, себебі сіздерден келген тіркелім мен үшін үлкен шабат. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate